Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен дәрумендерге бай, өте пайдалы сельдерейден смузи жасайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Сельдерей негізі өте пайдалы смузидің бірі болып шығады. Өйткені ағзадағы керек емес шлактарды, токсиндерді бізге тазалауға өте қатты көмектеседі. Ал ендеше менімен бірге болыңыздар. Бүгін сіздермен бірге осы организмнан жаман шлактарды тазалайтын, арықтауға көмектесетін және де давлениеңіз болса қан қысымыңызды түсіруге көмектесетін смузи дайындайтын боламыз. Менің бетімде осындай угрилар өте көп шығады. Оның өзінің себебін де ондай көп білмеймін. Негізі ішіп жатқан тамағымызға, майлы тамақтарға осындай реакция болғандықтан менде көп шығатын болып тұр. Сондықтан осы ағзадағы майды, яғни холестеринді және осы ішектердегі шлактарды кетіру үшін мен осы смузиді ішіп көруді жөн көрдім. Нәтижесін әрине сіздермен бөлісіп отырамын. Және де менің каналымда жоғарыда көрсетіп кетемін, осы жерге тастап кетемін сіздерге пайдалы болу үшін салмақ қосуға арналған коктейльдер. Каналымда негізі көптеген коктейльдерді шығарып отыруды жөн көрдім. Сіздерге пайдалы болу үшін каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Менімен бірге болыңыздар. Көзеті жасауға кірісек, ол үшін бізге осындай сельдерей керек болады. Бізде Орал қаласында примерно 1000 теңгедей тұрады екен. Сіздерге 3-4 күнге жетеді. Бір кісіге негізі 3-4 күнге спокойно жетеді. Дайындау үшін бізге 2 киви дайындадым. Және 2 сельдерей. Негізі осындай 2 бас сельдерейге 2 киви жарайды деп ойлаймын. Бүгін мен бұның барлығын дайындамаймын. Негізі күнделікті свежий таңертең дайындайтын боламыз. Бүгін мен сіздерге қазір 1 стакандай дайындап көрсететін боламын. Мен сельдерейді жақсылап жуып аламыз. Мінекей, бізде сельдерей. Сельдерей өте пайдалы көкөніс. Оның құрамында көптеген пайдалы заттар бар. Соның ішінде минералдар, дәрумендер және антиоксиданттар. Иммунитетті күшейтеді. Сельдерейдің құрамындағы С дәрумені иммундық жүйені нығайтады. Антиоксиданттар қасиеттері. Сельдерей құрамындағы антиоксиданттар ағзадағы еркін радикалдармен күресіп, қартаю процесін баяулатады. Ал ас қорытуға пайдасы, талшықтар ас қорыту жүйесінің жұмысын жақсартып, ішек функциясын реттейді екен. Және де жүрек қан тамырлар жүйесін қолдайды. Құрамындағы калий мен магний жүрек қан тамырлар жүйесінің жұмысын жақсартады. Арықтауға көмектесетін жағы салмақты бақылау, төмен калориялы болғандықтан сельдерей диеталық тамақ ретінде қолданылады. Әрине сізге арықтауға бұл сельдерей біршама көмектеседі. Жуып дайындап алдық. Бұның барлығын бүгін біз қолданбаймыз. Осылай жуып қойсаңыздар, сіздерге күнделікті пайдалануға ыңғайлы болады. Смузиді жасауға кірісейік, алдымен кивиді ашып дайындап алатын боламын. Жеміс жидектерді осы сельдерейдің иісін жақсарту мақсатында қолданамыз. Сіздер өзіңізге ұнайтын қандай да бір жемісті қолдансаңыздар болады. Алма қосуыңызға болады, апельсин, мандарин, киви қосуыңызға болады. Осы жемістерді сельдерейдің иісін жақсарту және дәм беру мақсатында пайдаланамыз. Бұл жердегі сельдерей маған 1 аптаға жетеді. Өйткені мен жолдасыммен бірге сельдерейді ішетін боламын. Бұл жерде 2 кісілік 1 аптаға жететіндей сельдерей. Осылай турап дайындап қоямын және күнделікті таңертең аз-аздан алып блендермен езіп смузи дайындайтын боламын. Сіздер де осылай жасап қойсаңыздар, күнделікті дайындауға өте ыңғайлы және жақсы болады өзіңізге. Жалпы сельдерейдің дәмі және иісі маған өзіме қатты ұнады. Өте жақсы және жағымды иіс. Әрине ол мен үшін, бірақ та көп кісілер сельдерейдің иісін және дәмін көп ұнатпайды екен. Жоғарыда айтқандай, сіздер жеміс жидек қолдансаңыздар, иісін және дәмін жақсартасыздар.
иісі бір экстракт сондай сияқты иіске ұқсайды, мятыға кішкене келеді. Негізі өте жағымды иістер. Сіз бұны әрине жақсы көріп, солай ішетін болсаңыз пайдасын береді. Мен ішіп жатқаныма қазір 5-ші күн. Өте жақсы әсер алдым. Мен өмірден алынып тұрған әсерім сіздерге шынайы отзывпен бөлісіп тұрмын. Алдағы уақытта мен осы 1 айдан кейін және 15 күннен кейін қандай өзгерістер болды, соны сіздерге салатын боламын. Сельдерейдің негізі пайдасы өте мол екен. Ішіп дайындап көріңіздер, денсаулықтарыңызды жақсартыңыздар. Неке мен сельдерейді турап дайындап алдым. Осындай контейнерге салып дайындап қоямын. Дайындаған заготовкамызды холодильникке салып сақтасақ болады. Күнделікті осылай аз-аздан бір ішуге жарайтындай алып, күнделікті смузи дайындайсыз. 1 стакан су қосуды ұмытпаңыздар. Осылай кішкене киви қостым және кішкене сельдерей қосып, қазір смузи жасаймыз. Күнделікті осылай аш қарынға дайындап ішсеңіздер, сіздер әрине 15 немесе 1 айдан кейін өте қатты результатын аласыздар, көресіздер. Оған сенсеңіздер болады. Өйткені өзімнен осы 5-ші күннен ақ өзім өте жақсы әсер алдым, результатын алдым. Сіздерге алдағы уақытта ашаратын боламын. Араларыңызда осы смузиді бұрыннан ішіп келе жатқан жандар болса, комментарийға өз пікірлеріңізді жазып кетсеңіздер, басқаларға да мотивация болса жақсы болатын еді. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, сіздерге көптеген пайдалы заттар шығаруға тырысатын боламын. Каналымда өте дәмді рецепттермен бөлісемін. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар және өз пікіріңізді комментарийға қалдырып кетіңіздер. Сіздерге пайдалы болды деген үміттемін. Қош сау болыңыздар.